Официально это фейл деймін ба. Челленджді ертең, яғни ертең емес. Бүгін бірінші күн. Бүгін бірінші күннің видеосы болады. Бұдан мен не түсіндім да? Но одан бөлек бүгінгі челлендждің даже қадалып қалғанда бір себебі бар. Потому что всегда бір нәрсемен жертвовать ету керек. Неге жертвовать ету керек? Допустим, мен бүгін қадалып қалдым ба? Но маған құдай соны қадалып қалдым, короче, да? Бірақ оның орнына біз құрған система, біз футбол ойнап жүрдік да, бірақ бір жағынан вебинар болады да, это продажа болады. Біз вообще футбол ойнап жүрдік, вообще қараған жоқпыз, пока полный система, пока настройкасын бәрін қойып қойдық, дайындап қойдық та, жібердік, бірақ продажа болады да. Бізге продажа берді. Прикиньте, конверсия деген енді бешеный, примерно 40% па, 45, не там, так, 16, 20% па, 16% па, сондай кірген адамнан сондай продажа болды да, а это бомба. Но одан да жақсартуға болады, но когда ол біз эксперттер демалып жатыр, біз футбол ойнап жатыр, но продажа болып жатыр да, вот сол нәрсені бізге берді да, и одан бөлек біздің басқа проекттен тоже продажа болды. Яғни былай, менен бір нәрсені алып тастады да, но оның орнына басқа нәрсе берді да, соны көре білу керек та, қадалып қалып депрессия кірмеу керек. Құдай оны алып кетті, но ананың орнына ана нәрсені берді. Сол үшін всегда ищите плюсы, да? В любом случае, не болса да, саған бір нәрсе алады да, бір нәрсе береді. Саған всегда бере бермейді, бір нәрсе алады, бір нәрсе береді, бір нәрсе береді. Но менің түсінігім бойынша да, и всегда солай. И менде вообще депрессия жоқ. Қайтып бірден бастаймын деген сияқты. Неге? Потому что келесі сенің когда жеңілген сайын, в любом случае бір нәрсе үйренесің. И бұл жерде мен үйрендім, что кешке дейін қалдырмаймын да. Ну, қалып кеткен кезде болады, но уже жауапкершілікпен қарайсың. Басқаша подход болады. Басқаша идея келеді. Если бәрі идеально болса, это неинтересно. Почему? Потому что все идеально. Не нәрсе сені үйретеді, не ошибка, қадалу, күресу, сол нәрсе сені мықты қылады. Если мен идеально 85 күн жасап жатсам, мен өзіме челлендж қызық емес болып қалады, потому что мен күрескен жоқпын. Қай кезде қызық болады, когда сен күресесің, потом сол күндер еске аласың, мен осы үшін күрестім ғой, осы үшін еттім ғой. И сенде айтатын әңгіме болады, сенде история болады айтатын. Ты создаешь историю. Сол үшін сен күресу керексің. И өз қалған нәрсеңе в любом случае жету керексің. Так что, достар, все нормально. Қадалсаңдар, это тоже знак. Значит, бір нәрсені алып кетті, но потом бір нәрсе береді. Сол үшін не сдавайтесь, топите. Телеграм-каналдағылар, мы с вами. Уақытта қанша адам бар қадалғанда, но олар жасап жатыр да, жасап жатыр. Олар тырысып жатыр. И тырысқан сайын, в любом случае, сол всегда бит соғып жатқан жер тесіледі да. Сол үшін тесіктерін тауып алып, сол жақта соға беріп, сол тесікті жасаңдар. Менде энергия слишком көп болып тұр қазір, потому что оның алдында Көлсай бар, Қайынды бар, олар да бар да табиғатта, но одан бөлек мен челлендж қадалып қаныма қуанып тұрмын. Потому что оның орнына менің 8 күнде жасаған нәтижеме еңбек ақталып тұр да. И еңбектің орнына ол біздің вебинардағы продажалар барлығы әсер етіп жатыр. Сол үшін в любом случае саған түскен сынақтар барлығын сен жеңе аласың. Саған сол үшін беріледі. Так, осы адамды қалай өсіруге болады? Так, осылай деді да, берген сынақ береді. Сол үшін сынақтарды көріңдер, сынақтар шешкен сайын сендер бақытты боласыңдар. Бақытты болуға ұмтылыңдар. Been staying most of the night, living in the gangster's paradise.